Енді жігіттер күмәннің болуы қалыпты жағдай. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бұл сипатында қандай күмән? Күмәнің мынандай емес, өзің ойлап, бұл просто болады ғой. Ой келеді, қалмасаң да. Болмай ма сенде? Бір ондай. Болады. Иә, ой келеді. А вдруг екеу болып қалса ше, как будто бір сыбырлап жатқан сияқты басыңнан ше. Иә. Оны сен ойлап тұрған жоқсың кәдімгідей өйтіп. Ол екеу болсын, ол келеді ол. Иә. Бұл ой пайғамбар саллаллаху алейхи қайтарып тастау керек дейді. Не сол ой жүре берсін, сен просто оған үкім беріп таста. Бұл дұрыс емес ой деп болды. Жүре ме басыңда, жүрмей ме өзің проблемасы. Бірақ мынандай болмайды, кәдімгідей өзіңнің ақылыңды жұмсап, Алла жоқ қой деме, по-моему. Деген болмайды да бұл. Бұл проблема. Ақида маңызды. Ақида жігіттер мына адамның өміріне әсер етеді ғой. Пол сенің жүріп тұруың, сенің бұл дүниеде күйзеліс емес. Енді Алладан ғой бәрі. Бірақ енді ақида деген дұрыс сенім дегеніміз сенің өміріңді тәртіпке келтіретін, Алланың қалауымен тәртіпке келтіретін дүние. Сондықтан да ақида важно.